Саламатсыздар ма YouTube каналының көрермендері. Бүгін сіздермен аджига кобра жасау тәсілімен бөлісетін боламын. Сонымен бізге керегі болгар бұрышы, қызанақ, уксус, сарымсақ, ащы бұрыш, тұз, шекер және бізге май керек болады. Барлығын ет тартқыштан өткізіп алатын боламыз. Болгар бұрышын да, қызанақты да, үстіне майымызды құямыз. Уксусымызды құямыз. Тұз бен шекерімізді салатын боламыз. Солай жақсылап араластырып аламыз. Сосын отқа қойып, бір жарты сағат қайнатамыз. Содан кейін үстіне сарымсақ пен ащы бұрышты салатын боламыз. Бір қалыпты отта сосын тағы да 20 минут қайнататын боламыз. Оған дейін банкілерімізді стерилизовать етеміз қақпағымызбен қосып. Осылай қайнағанда қою төмен қарай шөгеді, үстіне сұйығы бөлінеді екеуі. Сол кезде бұның дайын болғанын білетін боламыз. Бар жоғы менде 1 сағат қайнады. Бір қалыпта жақсылап астын қозғап тұрамыз, күйіп кетпес үшін. Сосын банкілерімізге дайын болған аджигамызды құятын боламыз. Бізде кішкене сұйықтау қылдым, өзіміз үйде сұйығын ұнатамыз. Жалпы қойып етіп қайнатуға болады. Кішкене көбірек қайнатасыз ол кезде. Міне осымен осылай бөлшектеп барлығын астын қозғай отырып құямыз. Өйткені түбіне қою болады. Сұйығы жоғарыда қалып қояды. Bir қалыпта құйылу үшін астын қозғай отырып құятын боламыз. Қақпақтарын жауып, жақсылап жауып алатын боламыз. Міне біздің салатымыз дайын болды. Қысқа дайындығымыз. Сіздермен бірге болған Лейла. Видеоның соңына дейін көрсеңіз, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп отырыңыз.